знаковый дүние, ол кісі тамыз кеңесіне барды. Тамыз кеңесіне барып 2019 жылы мұғалімдердің алдында уәде етті. Мұғалімдердің айлық жалақысын көтереміз, заң қабылдаймыз деді. Сөйтіп, парламенттің қабырғасында 10 жылдан астам жатқан педагог мәртебесі туралы заң 2019 жылдың желтоқсан айында қабылданды. Соның арқасында мұғалімдеріміздің айлық жалақысы 2 есеге көтерілді. Биыл неден бастап тағы 25%-ға көтеріліп жатыр. Қазіргі таңда білім нарығында, жалпы еңбек нарығында мұғалім мамандығына деген сұраныс артты, себебі еңбек нарығындағы айлықтың деңгейі кәдімгі бәсекеге қабілетті болды. Енді айлықты көтергеннен кейін біз мұғалімнен сұрауымыз қажет қой. Айлыққа сай білімнің сапасын көтеруге байланысты. Бұл ретте біліктілікті арттыру курстар арқылы, сонымен қатар мұғалімдердің шеберлік деңгейіне қойылатын талаптар күшейтілді. Және мұғалім мамандығына баратын